Қайырлы кеш, құрметті WordPress курсының қатысушылары. Менің есімім Әлбек. Бұл курста біз сіздермен WordPress қозғалтқышында сайт жасауды өтетін боламыз. Сонымен бастайық. Бірінші сабақ веб қосымша құру тәсілдері және WordPress қозғалтқышы. Жалпы ең алдымен курс аудиториясына тоқтала кететін болсақ, жалпы бұл курста жас айырмашылығы маңызды емес. Бұл курста ең бастысы сіздің оқуға деген талпынысыңыз болса, және де одан кейін оқуға деген тапсырмаларды бірге бір орындап, уақытылы орындасаңыз, мен сізге уәде беремін, сіз осы курсты алып шығасыз. Келесі курсты бітіргеннен кейін қай жерлерде жұмыс істей аласыздар. Жалпы бұл курсты бітіргеннен кейін, егер де сіз PHP тілін кішкене меңгерсеңіз, сіз веб студияларда жұмыс істей аласыз. Яғни қазіргі кезде веб студия компаниялары Қазақстанда көп, және де оған да сұраныс көп. Және де бұдан кейін сіздер бизнестеріңізді ашсаңыздар болады. Яғни ол сіздерде блог болсын, интернет дүкен болсын, егер де өздеріңіздің бизнестеріңіз болса, соны дөңгелетіп, яғни WordPress-те сайт құрастырып, бизнестеріңізді дөңгелетсеңіздер де болады. Одан кейін фрилансер болып жұмыс істесеңіздер болады. Фрилансер дегеніміз жеке бизнес саласы, яғни ғаламтор арқылы жеке заказдар қабылдап, яғни қазақша айтқанда тапсырыстар қабылдап, оған сайт жасайтын адамдарды айтамыз. Жалпы веб қосымша дегеніміз не? Веб қосымша дегеніміз ол бәріміз білетін қарапайым сайт. Сайттан тек бір ерекшелігі кішкене күрделі болып табылады. Жалпы веб қосымшаларда негізі клиент серверлі деп бөлінеді. Клиент серверлі дегеніміз бұл жерде клиент түсі дегені ол сайттың дизайны, ал серверлі түсі ол мәліметтер қоры. Осы екеуінің байланысы веб қосымшаны құрайды. Және браузер арқылы жұмыс жасайды. Ол веб қосымшалар, сіз мысалы веб қосымшаларды сайттарда орнатпайсыз ғой. Мысалы Android приложенияларды Play Market'те орнатасыз, а веб қосымшалардың барлығы да браузер арқылы жұмыс жасайды. Одан кейін желі арқылы жұмыс жасайды. Ешнәрсені де орнатуды қажет емес, барлығы да браузерде орнатылған. Сізде тек желіге деген доступ болса, болды, қалған ешнәрсенің де қажет жоқ. Кросс-платформалы дегеніміз Windows болсын, Linux болсын, Mac болсын, ешқандай да операциялық жүйені талдамайды. Яғни операциялық жүйелерге тәуелсіз. Қарапайым Android қосымшаларды алсақ, сіз оларды iOS-та аша алмайсыз. Ал iOS-тікілерін Android-та аша алмайсыз. Ал бұл жерде сайттарды кез келген платформада аша бересіз. Кез келген тілде жаза аласыз. PHP болсын, Java болсын, C# болсын, веб қосымшалар тіл талдамайды. Веб қосымша құру тәсілдері. Жалпы 3 тәсілі бар. Алғашқы суретте көріп отырғанымыздай, мына суретте мен осындай инструменттің суретін қойып қойдым. Яғни бұл бірінші тәсіл, ол конструкторлар арқылы құрастырасыз. Қазіргі кезде Tilda, Wix секілді сайт құрастыратын конструкторлар бар. Бұл тәсіл негізі ең арзан емес негізі. Бұл тәсілде негізі кішкентай бизнестерге арналған. Сіз ешқандай да өзгерте алмайсыз. Сізде дайын конструктор, сайт құрастырасыз, болды. Ал екінші тәсіл, бұл біршама дамыған тәсіл. Осы курста біз осы екінші тәсілді қарастырамыз. Бұл CMS деп аталады. Content Management System. Бұл тәсілге негізі WordPress, Joomla, OpenCart, ADC, Bittrex секілді танымал CMS-тер кіреді. Бұның конструкторлардан бір ерекшелігі, бұл тәсілде сіз мысалы сайтыңызды шаблондармен құрастырасыз, алайда ұнамаған жерін өзіңіз өзгертсеңіз болады. Және де ақша төлемейсіз доменге, тегін барлығы да. Бұдан бөлек біршама айтқанда мүмкіншіліктері көп. Ал үшінші тәсіл бұл фреймворк деп аталады. Фреймворктар қазіргі кезде Laravel, Spring секілді танымал, AskNet секілді танымал фреймворктар бар. Осыларды пайдалану арқылы сіз мысалы сайттар құрсаңыз болады, бірақ та бұл өте көп уақытты қажет етеді, және де өте көп қаражатты қажет етеді. Бұл тәсілмен негізінен үлкен компаниялар жұмыс жасайды. Ол мысалы Chocolife, Колеса, Каспий, KZ секілді компаниялар осы тәсіл арқылы сайт веб қосымша құрастырады.
Ал келесі, неге WordPress, неге ADC Bittrex емес, неге OpenCart емес, неге WordPress дегенге жауап беретін болсақ, ең алдымен бұл тегін. Сіз ешқандай да ақша құртпайсыз. Сіз мысалы тильдада жасасаңыз, ай сайын 5 мың теңге төлеп тұрасыз. Негізі 5 мың емес, одан да қымбат. Ал WordPress болса, ешқандай да қаражат құртпайсыз, барлығы да тегін. Ішінде платный да, яғни ақылы шаблондар да бар, бірақ та тегін шаблондар көп негізі, тегін түрде. Одан кейін бәрінде бар. Көптеген хостинг провайдерларда сіз егер сайтыңызды құрастырып, хостингке, интернетке салғыңыз келсе, барлық деген хостинг провайдерларда WordPress орнатылған. Еш қиындықсыз WordPressті жасай берсеңіз болады. Әдебиеттер көп. Сізде мысалы ғаламторда WordPress деп жазсаңыз, кез келген блог болсын, әдебиет болсын, форумдар болсын, жеткілікті. Кез келген сұрағыңызға жауап ала аласыз. Және де танымал. WordPress басқа CMS, яғни OpenCart, Joomla-лармен қарсыласын алатын болсақ, өзінің CMS сферасы, яғни CMS саласы бойынша 80% сайттар осы WordPress-те құрастырылған. Ал әлем сайтының дүние жүзінде қазіргі кезде 150 миллион сайт бар. Осы 150 миллион сайттың 25% ол қанша болады? 35-40 миллион сайттай осы WordPress-те құрастырылған. Ал және одан кейін сұраныс. Сіз мысалы WordPress меңгерсеңіз, сіз қазіргі кезде бағана айтып өткендей, веб-студияларда жұмыс жасай аласыз. Қазіргі кезде WordPress разработчиктеріне деген сұраныс артуда. Жалпы енді бұдан кейін біз келесі орнатуға көшетін болсақ, практикаға көшетін болсақ, бізге ең алдымен қажет болатын локалды сервер қажет болады. Ол үшін біз Hump локалды серверін пайдаланатын боламыз. Қазір енді соның орнатуымен айналыссақ. Google-ға былай жазамыз, Hump. Ең бірінші ашылған сайтқа Apache Friends деген ресми сайтына кіреміз. Бұл жерде Hump для Windows дегенді таңдаймыз. Бұл жерде бізге установка басталды. Менде установка аяқталды. Келесі кезекте да дегенді таңдаймыз. Бұл жерде негізі Hump-тың басты мақсаты, жаңағы айтып өткендей, локалды сервердің қызметін атқарады. Біз бүкіл мәліметтер қорын осы Hump-та сақтайтын боламыз. Және де сол мәліметтер қорымен біздің сайтты байланыстыратын боламыз. Загрузка ашылды. Бұл жерде Yes дегенді таңдаймыз. Ошибка береді. OK-ді таңдаймыз. Next-ті таңдаймыз. Бұл жерде керек еместерін алып тастайық. Файлздан алып тастаймыз, бұны пайдаланбаймыз. Mail серверді, Tomcat-ті, Perl-ді, бұларды алып тастаймыз. Бізге керек тек PHP, MyAdmin, PHP және де MySQL, Apache технологиялар қажет. Next-ті таңдаймыз. Міне осы директория бойынша бізде орнатылатын болады. Next-ті таңдаймыз. Алып тастай саламыз. Next-ті таңдаймыз. Next орнатқыш басталды. Hump орнатылып болды. Енді келесі кезекте Finish батырмасын басамыз. Мына жерде ағылшын тілін таңдаймыз. Save-ді басамыз. Ошибка береді. OK-ді басамыз. Егер де сіздерде Hump бағдарламасы ашылмаса, онда Hump орнатылған жерге кіреміз. Ол Windows-сы және де Hump. Және де бұл жерде файлдардың ең астына түссек, Hump Control деген файл бар. Осы файлды қосамыз. Ағылшын тілін таңдаймыз. Әрдайым компьютерді өшіріп қосқан кезде осы файлды қосамыз. Бұл директорияға кіріп жүрмеу үшін әрқашан біз осы файлдың ярлығын көшіріп рабочий столға орнатайық. Ол үшін мына жерде создать ярлықты таңдаймыз, және де осы ярлықты алып рабочий столға орнатамыз. Және де әрдайым компьютерді қосқан кезде осы ярлықты қосамыз. Бұл жерде ағылшын тілін таңдаймыз, және де OK деп таңдаймыз. Бұл жерде Apache бағдарламасын қосамыз, яғни бұл біздің сервер,
және де MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесін қосамыз. Міне жасыл түс жанды, қосылды. Енді келесі кезекте біз мәліметтер қорын құратын боламыз. Ол үшін Chrome'да ашамыз. Мына жерге localhost дегенді тереміз. Және де бұл басты сайты болып табылады хамптың. Бұл жерде HBMyAdmin батырмасын басамыз. Яғни басты сайт болғанда локалды сайт болып табылады. Яғни бізде локалды сервер ғой. Бұл сол локалды панель управления болып табылады. Енді бұл жерде мәліметтер қорына келген кезде создать база даннықты таңдаймыз. Және де имя база данных. Имя база данных, мысалы, wp-тест деп алайық. WordPress тест. Кодировкаға Windows General Seed таңдаймыз. Создать дейміз. Мәліметтер қоры құрылды. Ендігі келесі кезекте біз WordPress CMS-ін орнататын боламыз. Ол үшін WordPress деп жазамыз. Және де ең бірінші ашылған сайт WordPress.org. Осы ресми сайтқа кіреміз. Және де бұл сайтта получить WordPress дегенді таңдаймыз. Скачать WordPress 5.4 дегенді таңдаймыз. WordPress орнатылды. Енді келесі кезекте осы файлдың ішіне кіреміз. WinRAR архивтен шығарамыз. Ол үшін біз бағанағы хамптың файлын ашамыз. Бұл жерде hddocs деген папка бар. Осы папкаға кіреміз. Бұл папкада біздің барлық сайттарымыз тұратын болады. Яғни сіз осы хамп программасында бір емес, мысалы 100 болсын, 1000 болсын, қанша сайт қосыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Ол үшін создать папка деген таңдайсыз. Бұл жерде мысалы test.ru өзіңіз бересіз. Сайттың атын өзіңіз бересіз. Бұл сіздің сайтыңыздың домені болып табылады. Осы test.ru-ды ашамыз. Бұл жерде мынаның ішіндегі барлық файлды осы test.ru-ға әкелеміз. Сәтті көшірілді. Архивті жабасасақ болады. Енді келесі кезекте Chrome'да ашамыз. Бұл жерге localhost және де /test.ru. Мысалы, бізде проекттің аты қандай? Міндетті түрде сондай қылып жазу керек. Сізде мысалы WordPress ба қандай болады? Үтір нүктесіне дейін осы жерге жазу керек. Еш өзгеріссіз. Енді осы сілтеме бойынша өтеміз. Осы сілтемеде бізде WordPress-ті плагиндерін орнату беті ашылатын болады. Міне WordPress ашылды. Вперед батырмасын басамыз. Келесі батырма бойынша біздің жаңағы создать еткен мәліметтер қорын енгіземіз. Ол localhost-қа кіреміз. Бұл жерде wp-тест деп аталады. Соны енгіземіз. wp-тест. Сіздерде қандай жазылып тұр? Яғни сіз басқаша мүмкін сіз тест немесе WordPress басқаша мәліметтер қорын құруыңыз мүмкін. Соны енгізесіз. Ал пользовательге root міндетті түрде root болу керек. Пароль бос орын болу керек. Пробел ешнәрсе кетіп қалмау керек. Міндетті түрде бос орын. Ал сервер базаны localhost, префикс таблицы wp болу керек. Мына төрт ұяшықты өзгертпейміз. Бұл жерде сіздер тек қана база даннықты ғана өзгертесіздер. Ал мына төртеу міндетті түрде root, бос орын болу қажет. Ал өзгертсеңіздер, мәліметтер қорымен байланыспай қалады. Енді келесі кезекте отправить батырмасын басамыз. Запустить установку. Міне сәтті орнатылды. Енді сайттың есімін береміз. Мен мысалы сайттың есімін тест деп беремін. Және де бұл жерде имя пользователя мен өзім поштамды жаздым. Кез келген нәрсе жазсаңыз да болады. Өздеріңіз білесіздер.
пароль мысалы 1-ден 8-ге дейін. Разрешить использование слабого пароля деген тақпаймыз. Ваш email дегенге мынаны қайтадан көшіріп әкеле саламын. Енді установить WordPress деген батырманы басамыз. WordPress-тің орнатқышы басталды. Міне көріп отырғандарыңыздай WordPress сәтті орнатылды. Енді келесі кезекте біз осы WordPress-ке кіріп, өзіміздің жаңа ғана өзіміздің создать еткен аккаунтымызды енгіземіз. Пошталарыңызды жазасыздар, имя пользователя деген жерге. Және де жаңағы құпия сөздеріңізді енгізесіздер. Запомнить меня деп белгілейміз. Войти дегенге басамыз. Біз WordPress-тің админ панеліне осылайша кіреміз. Яғни админ панелде біз жаңа шаблондар таңдай аламыз. WordPress-ті жалпы біздің сайт бойынша бүкіл настройкасіне қолымызды мысалы жеткіздік. Яғни кез келген нәрсені пост жібересіздер, шаблон таңдайсыздар, плагиндер. Ал сайтты көргілеріңіз келсе, перейти на сайт дегенге басамыз. Бұл біздің әзірше сайт. Ал сіздерде енді келесі кезекте осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасы осы WordPress батырмаларының барлығын шұқылап, көріп, эксперимент жасап, танысып келу. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.